Сәлем, достар, әлемде талай қызық бар. Сіздермен қызықты ақпаратты бөлісетін мен Дархан. Бүгін әлемде ең алғашқы автокөлік жайлы айтатын боламыз. Әлемде ең алғашқы автокөліктің тарихы Николас Когнат есімді механиктің есімімен тығыз байланысты. Николас Когнат Франция мемлекетінің министрі Элия Франсуаның бұйрығымен артериялық жүк тасымалдайтын көліктің жобасын құрастырады. Осы жобаны іске асыру барысында Николас Брендин есімді механиктің көмегімен бірге бумен жүретін автокөлікті ұсынады. Оның сағатына жылдамдығы 4 шақырым. Көліктің басты артықшылығы 5 тонна жүкті тасымалдай алады. Көліктегі басты ақау ретінде тежегіш саналды. Осы тежегіштің іске аспау барысында олар бірнеше рет жол апатына ұшырады. Осылайша көлік 1771 жылы аяқталды. Осылайша көлікті құрастырып біту 1771 жылы аяқталды. Дегенмен де ол тарихтағы ең алғашқы автокөлік ретінде қалды. Ал тарихтағы ең алғашқы жанармаймен жүретін автокөлік ретінде Бренстің 3 дөңгелекті автокөлігі саналады. 1875 жылы жанармаймен жүретін көлік деген атаққа ие болған Зигфрид Маркустың автокөлігі. Зигфридтің көлігі Маркустың автокөлігіне қарағанда әлдеқайда жылдам. Оның сағатына жылдамдығы 15 шақырым. 100 шақырыммен жүретін көліктер Парижде құрастырылған. Оның авторы Камил есімді азамат. Көліктің басты ерекшелігі 2 электр қозғалтқышы арқылы жүреді. Бүгінге келіп түскен қызықты ақпараттарымыз осы, біздер дайым көріп жүріңіздер.